Сәлеметсіз бе балалар? Бұл келесі кескіндеме сабағының тақырыбы сүйікті ісімен айналысып жатырған барлық бойымен досымның портреті. Көрдіңіздер ме балалар? Біздің достарымыз әртүрлі сүйікті іспен айналысады. Ол хореография, теннис, серуендеу, кітап оқу, би, аспапта ойнау, ән айту. Ал сіздердің достарыңыз немен айналысуды жақсы көреді екен? Қане біз соны суреттеп көрейік. Ең алдымен есімізге түсірсек, адамның дене пропорциясы. Ең алдымен балалар, біз дене пропорциясы есімізде. Ең алдымен біз тіке сызықты сызып, жоғарғы бас және аяқ жағын белгілеп аламыз. Және өлшембірлікке басталып 7 рет немесе 6 рет өлшеп аламыз. Есіңізге түсірсек, біз сурет сабағынан және кескіндеме сабағынан дене пропорциясы туралы біз уже білеміз, қалай салатын адамның денесін. Енді бүгінгі тақырыпқа сәйкес біз досымыздың сүйікті ісімен айналысып жатқанын суреттеуіміз керек. Жаңағы ең алдымен нобайды салып аламыз. Менің досым мысалы хореографияға барады, бимен айналысады. Соған байланысты мен өзімнің досымның бидегі көріністі суреттеймін. Ең алдымен тіке сызықты сызып алып, дене пропорциясын сақтай отырып, бейнесін суреттеп алдым, жоспарлап. Енді басы, аяғының қалай тұрғанын өзіміз сызықпен сызып аламыз. Егер алдыңғы суреттерде біз тіке сызық сызсақ, мынада сәл аяғын ол жанына қарай қисайтып тұр. Дәл солай менің сызығымда аяқтың сызығы, орта сызығы және қисайып тұрады, және тізесін тауып алайық, тізе міне, мына жері міне тізе болады. Аяқ киімі. Артық қосымша сызықтарды өшіріп тастаймыз. Мына жері. Суретті салып болған соң жоспарлаймыз. Бұл қай жерде? Бұл менде хореография, би залында. Белдемшесі. Келесі жоспар енді бізде түспен жұмыс жасау.